Сәлеметсіздер ме балалар? 5-ші сабақ дыбыстар мен әріптер. Ең алдымен каналға жазылуды ұмытпаңдар балалар. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Суретке қара және мәтінді түсініп оқы дейді. Кәрім сырғанаққа келді. Қарап тұрса, өзінен кіші ешкім жоқ сияқты. Ол төбешік басына көтеріле бастады. Жол тайғақ екен. Мұны байқаған бір бала оны жоғары жетеледі. Төбеге алып шықты. Енді шанаңа отыр да зымырай бер, деді. Кәрім жүрексініп біраз тұрып қалды. Сәлден соң шанасымен төмен қарай заулай жөнелді. Бұл мәтіннің авторы Ермек Өтетілеуұлы екен балалар. Кәрімнің сырғанаққа келгені туралы бөлікті тауып оқы дейді. Бірінші қатары, яғни Кәрім сырғанаққа келді. Қарап тұрса, өзінен кіші ешкім жоқ сияқты деген қатары Кәрімнің сырғанаққа келгені туралы екен. Екінші, балалардың қысқы ойыны туралы әңгімеле дейді. Балалар өздерің қыста немен, қалай, қайда ойнайсыңдар, соны әңгімелеңдер, жарай ма? Мысалы, мен қыста далаға шығып шанамен ойнаймын. Мен достарыммен бірге сырғанаймын деген сияқты өздерің сөйлем құрап әңгімелеп айтыңдар, жарай ма? Екінші жаттығуға назар аударайық. Орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз дейді. Бірінші, балалар тепті сырғанақ дейді. Сөйлемді құраймыз. Балалар сырғанақ тепті. Екінші, киінді олар жылы. Олар жылы киінді. Міне балалар, біз орын ауыстырылып берілген сөздерді орнына қойып сөйлем құрадық. Үшінші жаттығу, әріптерден қыс айларының аттарын құра. Оларды ретімен ата дейді. Біріншісінде ақпан, одан кейін екінші желтоқсан және қаңтар. Осыларды ретімен айтайықшы. Бірінші желтоқсан, екінші қаңтар және үшінші ақпан. Бұлар 3 ай қыс айларының аты балалар. Есте сақтап жаттап аламыз. Және каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар, сабақ аяқталды балалар.